Адамды айуаннан ажыратып тұратын адами қасиеттің бірі юмор. Жан-жануар әзілдесіп, қалжыңдасып күле алмайды. Адамдар анекдот айтып күлкіге қарық болады. Сұрақ мынау: юмордың хикметі не? Адамға юмор не үшін берілген? Адамның күлу қасиеті қандай миссия арқалап тұр? Жауап: юмордың хикметі өз кемдігіңе өзің күлу. Ситуация мен адамның арасына қашықтық тартады. Әдемі әзіл өзіңді алыстан бақылауға мүмкіндік береді. Адам өзінің кем-кетігін юмордың арқасында тез байқап, одан оңай құтыла алады. Бірақ юморды теріс мақсатта қолдануға әсте болмайды. Теріс мақсатта қолданса, оның киесі кетіп, профанизацияға ұшырайды. Яғни біреуді мазақтау, қорлау, белең алады. Юморды қолданып, басқа адамды мазақтап қорлауға болмайды. Ел ішіне кең тараған Қожанасырдың хикаясы осы негізге құрылған. Қожекең өзін күлкіге қалдыру арқылы өзін де, өзгені де тәрбиелеп отырады. Сұрақ: көп жұрт мен өзім біреуге тиіспеймін, бірақ тиіссе аямаймын, жанын шығарамын деп мақтанғанын ұнатады. Сұрақ мынау: адамда агрессия бар ма? Агрессия көрсету шынымен де мақтанып айтатын қасиет пе? Аң мен адамдағы ашу-ыза кек бірдей ме? Қандай мысал айта аласыз? Жауап: агрессия айуанға тән, адамға жек көру тән. Жек көру үшін негіз керек. Негіз деген адамның өзі емес, амал-әрекеті. Біреудің амал-әрекетін жек көруге болады, рухани болмысын жек көруге болмайды. Бір мысал: орманда аңшы досын ертіп бірге жүрделік. Олардың алдынан жолбарыс шыға келді. Бұрын аңшы әлгі жолбарысты бір атып тигізе алмаған. Жараланған жыртқыш қашып құтылған. Жолбарыс агрессиямен бас салғанда аңшыны талап, досын жібере салмайды. Екеуін де жарып тастайды. Енді екінші ситуацияны көрейік. Аңшы мен досының алдынан қарулы дұшпаны шыға келсін. Аңшы онымен де атысып, жауын жаралаған делік. Енді қапыда басталған дұшпаны аңшыдан кек алмақшы. Кек алуға негіз бар. Ұрыс судан шыққалы тұр. Ал жазықсыз досын сен танымаймын деп босатып жіберу мүмкін. Тіпті кек алмай, аңшыны да кешіріп босатып жіберу де мүмкін. Неге? Себебі логика деңгейінде адамда агрессияда, кекте жоқ болып кетеді. Адамдар объективті мәні бар ортақ идеяға ұйығанда агрессия ғайып болады. Керісінше субъекті мүдде алдыға шыққанда агрессияда атып шығады. Жастар бір-бірімен араласып, достасып, ойнасын деп ауданаралық спорт жарыстарын ұйымдастырып жатады. Кейде сол жарыстың соңы міндетті түрде төбелеспен аяқталады. Аудан арасы былай тұрсын, кейде халықаралық жарыстарда хоккейшілер мен футболшылар екіге жарылып қырғын болады. Яғни ашу, ыза, кек сияқты айуани сипаттар экзистенция вакуумінде қамыс сияқты қаулап кетеді. Сондықтан тиіскен жанды аямайтын батыр адамға қарап, оның көкірегінде қара құрдым бар екенін оп-оңай біліп аламыз. Кеудесі хикметке толған адам агрессияға ырық бермейді. Рухани болмысты баптаған сайын адам жаны агрессиядан аулақ тұрады. Келесі сұрақ. Франкл бүй дейді: 21 ғасыр адамды экзистенциялық вакуумнан азап шегеді. Оны қазақша қуыс кеуде дедік. Мұндай рухани кеселге шалдықпас үшін көкірек рухани құндылыққа толып тұруы шарт. Құндылықтар көкірекке үш түрлі жолмен құйылады. Сонда ғана 21 ғасыр адамы аласұрғын ауруынан айығады. Бірінші, жасампаз құндылық. 2, сезім құндылығы. 3, позиция құндылығы. Сұрақ мынау: жасампаз құндылық деген не? Қалай түсінесіз? Оның көкірекке дарығанын қалай сезесіз? Неліктен жасампаздық адамды өмірге құштар қылады? Жауап: жан-жануар ештеңе жарата алмайды. Әрі кетсе ұя салады. Адамның жаратпайтыны жоқ. Рухани болмыс тәңірлік әлемнен келгендіктен бардан барды жаратуға өте қабілетті. Ол шығармашылық ізденіске түсіп, түрлі құндылық өндіргенде өзі де шабыттанады.
Кез келген әйел жаңадан салат, торт, пирог пісіріп үстелге қойғанда ерекше бір күйге бөленеді. Жасаған затына қарап, ең әуелі өзі тамсанады. Ер азаматтар да солай. Қарапайым орындықпен үстел жасаса, соның өзіне шабыттанып кетеді. Осы керемет күйді сезіне түсу үшін кей шеберлер пайда таппаса да, үйірме ашып, бала оқытып, қолөнер өндіреді. Дүниеге жаңадан келген әрбір зат шеберді өмірге құштар қылады. Ақшаны молынан табуым керек деп өнерін тастап сауда-саттыққа кететін шеберлер де кездеседі. Бірақ олардың көңілінде үңірейген апан пайда болады. Көңілі үнемі жарым боп жүреді. Әйелдер бала тапса да марқайып қалады. Бірақ мұнда жасампаздық құр бала туу бола алмайды. Баланың бойына ғаламдық маңызы бар әдеп үйретсе ғана жасампаздық құндылықтың рахатын көреді. Осыған орай Элизабет Лукас бүй дейді: кей әйел маубас еркектен супер азамат жасап шығарады. Оны елдік іске белсенді араласуға қайрап үйретеді. Ері парасатымен танылған сайын әйелі өмірге құштар келеді. Ештеңе өндіргісі келмейтін жалқау ерде, әйелде депрессияға бейім тұрады. Енді сұрақ. Элизабет Лукастың клиникасына бір әйел келеді. Қасында кішкентай қызы бар. Лукас әлгі кішкентай қызға қарап: мен білсем, мына кішкентай қаншайым әлемдегі ең ақылды қыз деп еркелетеді. Бірақ ол қабағын түйіп: мен сізге бала емеспін, жасым 22-де, дейді. Лукас ұялып ыңғайсызданып қалады. Сөйтсе бұл қыз ауырған екен. 10 жасынан кейін бойы өспей қалған. Кез келген адам оны алғаш көргенде 10 жасар балақай деп ойлап қалары анық. Бірақ Лукас сол жерде ақыл парасатымен жол тауып, қиын ситуациядан шығып кетті. Құрметті оқырман, Лукас ханым не айтты деп ойлайсыз? Оның орнында сіз болсаңыз, мына ыңғайсыз жағдайдан қалай шығар едіңіз? Жауап. Элизабет Лукас қыздан кешірім сұрап: бір жағдай болады. Алғаш көргенде оны ересек, үлкен кісі деп бағалайсың. Бірақ артынан бойына ойы, жасына ақылы сай болмай шығады. Ондай адамды инфантилист дейміз. Қылығына қарның ашып, көңілің қалады. Екінші жағдай болады. Алғашқыда оған бала ғой, шала ғой деп мән бермейсің. Бірақ артынан биік ақыл парасатына, терең ой санасына қайран қалып тәнті боласың. Көз көріп, көңіл сүйсінеді. Қалай ойлайсың? Саған ерік берілсе, қай жағдайда таңдар едің? Лукас ханым, әрине екіншісін деп саңқ етті. Артынша екеуі де күліп жіберді. Әлгі қыз оның нені меңзегенін түсініп, көңілі жадырап сала берді.